Хей, барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге саяшайын. Бүгін біз барлығы сұраған Гарри Поттер мен ағылшын үйренеміз. Күнделікті өте ерекше ағылшынды үйренгіңіз келсе, міндетті түрде менің Инстаграмыма, ТикТокыма тіркеліп алыңыздар. Күніге өте ерекше ағылшынды саяшайын мен үйренетін боласыздар. Және де қазақ тілді контентті қолдап, тіркеліп, колокольчик қоңырауды басып қойыңыздар. Менің видеоларым шыққан кезде ең алғаш болып көретін боласыз. Кішігірім үзінді болса да, өте ерекше үзіндіні таңдадым. Және де бұл жақта жоғарғы деңгейдің күрделі грамматикалары, күрделі обороттары қолданған. Бірақ әрине мен оларды сіздерге максимально оңай етіп түсіндіріп, оңай қолдану жолын үйрететін боламын. Соның арқасында деңгейіңіз бастапқы болса да, intermediate, upper intermediate болса да, осы видео сізге сәйкес келеді. Ал көп сөзбай, бірден сабаққа кірісейік. Әдеттегідей, алдымен осы бір мен таңдаған өте ерекше үзіндіні бір қарап алайық, одан кейін барып каждый бөлімін бірге талдаймыз. Кеттік. Now, Draco, play nicely. Mr. Potter. Lucius Malfoy. We meet at last. Forgive me. Your scar is legend, as of course is the wizard who gave it to you. Voldemort killed my parents. He was nothing more than a murderer. You must be very brave to mention his name. Or very foolish. Fear of a name only increases fear of the thing itself. And you must be Miss Granger. Yes, Draco has told me all about you and your parents. Muggles, aren't they? Let me see. Red hair, vacant expressions. Tatty, second-hand book. You must be the Weasleys. Өте ерекше үзінді. Әсіресе Lucius Malfoy'дың сөйлеу стилистикасын специально таңдадым. Және де осындай бір фильмдардың үлкен ерекшелігі, осындай персонаждардың сөйлеу стилистикасы арқылы олардың дәрежесін, қай жақтан шыққандығын көрсетеді. Мысалы, мына жерде Lucius Malfoy'дың сөйлеу стилистикасынан біз оның аристократ екендігін байқаймыз. Негізі бұлар өте бай семьядан шыққан болып көрсетеді ғой фильмде. Және де сөйлеу стилистикасы да аристократтар секілді сөйлейді. Окей, давайте көп сөзбай, бірінші алғашқы сөйлемді бір қарап алайық, одан кейін каждыйын бөлек-бөлек талдаймыз. Now, Draco, play nicely. Now, Draco, play nicely. Жалпы қарапайым сөйлем болса да кішкене ерекше болып тұр, себебі на дегеніміз аристократично ұрысудың бір стилистикасы болып табылады. Мысалы, no need to panic. Все, бұлай паникаға еткенге ешқандай да себеп жоқ деген мағынаны білдіреді. Және де play nicely, жалпы nice дегеніміз жақсы, play ойнау, жақсырақ ойна, яғни ол дегеніміз өзіңді жақсырақ ұста деген мағынаны білдіреді. Бірақ неге вроде бы қарапайым болса да более аристократично болып тұр? Себебі, егер де обычный ата-ана, простой бір ата-ана өзінің баласын арсататын болса, enough, stop it, Draco деп айтушы еді. Яғни бұл жерде ол, все, бол, тоқтат, доғар деген жоқ. Play nicely, яғни осындай бір более аристократично етіп баласына ұрсып жатыр кішкене. Негізі осы бір моментте Драко мен Гарри екеуі кішкене сөзге келіп тұрған болатын. Сол себепті, все, Драко, өзіңді жақсырақ ұста, доғар деген мағынаны білдіреді. Окей, дальше кеттік. Mr. Potter. Lucius Malfoy. We meet at last. Вау, осы жерде де бір қарапайым болса да, қызық техниканы қолданған. Сонда Lucius'тың айтқысы келгені, Mr. Potter, Lucius Malfoy, we meet at last. Вау, жалпы байқасаңыздар, Mr. Potter дегеннен кейін ұзақ пауза ұстады. Тағы да бір рет қараңыздар. Mr. Potter. Lucius Malfoy. We meet at last. Көрдіңіздер ма? Бір ұзақ пауза ұстады. Mr. Potter, пауза, Lucius Malfoy. Неге осындай бір кішігірім паузаның өзі үлкен бір айырмашылық жасап тұр? Осы бір пауза арқылы өзін жоғары екендігін көрсетіп тұр. Сол себепті осында бір пауза бар. Негізі бұл тоже
тілдің өзіндік ерекшелігі да. Ағылшын тілінде егерде белгілі бір адамның алдында өзінің мәртебеңді сәл жоғары етіп көрсеткің келсе, кішігірім пауза ұстауға болады. We meet at last. Вау, өте ерекше сөйлем. At last дегеніміз соңындағы, last деген сөздің өзі последний, соңғы деген мағынаны білдіреді. Біз қазақ тілінде айтамыз ғой, әйтеуір соңында жолықтық-ау деп. Әйтеуір соңында at last. Обычно бұны разговорында көп қолдана бермейді. Көбінде наконец, әйтеуір кезіктік деген кезде finally деген сөзді көп қолданады. Сонда we meet at last, не болмаса finally we meet. Наконец-то, әйтеуір дегенде жолықтық-ау деген мағынаны білдіреді. Окей, бұл жерде жалпы Мистер Поттер, мен Люсиус Малфой, әйтеуір дегенде жолықтық-ау дегенді білдіреді. Яғни бұл жері кішкене бір танысу процесі болып жатыр. Окей, дальше кеттік. Forgive me. Your scar is legend, as of course is the wizard who gave it to you. Вау, бұл жердегі тіркес өте күрделі, бірақ мен сіздерге бір қызық техниканы беремін. Сол техника арқылы сіз бұны күнделікті өмірде өте жиі әрі оңай қолдана алатын боласыз. Forgive me, жалпы forgive дегеніміз кешіру деген сөз. Кешірім өтінем, айып етпесең деген мағынаны білдіреді. Your scar is legend. Scar ол шрам деген мағынаны білдіреді. Еще помните, Король Лев деген мультфильмде бір екінші арыстан болатын еді ғой, шрам. Ағылшын тілінде ол фильмді көретін болсаңыз, scar. Scar дегеніміз шрам, себебі оның бетінде осындай үлкен тыртық болатын. Сонда your scar is legend. Legend дегеніміз легендарный, аңыз деген мағынаны білдіреді. Өте аңыз тұлға или аңызға айналған, яғни өте керемет, жоғары мәртебелі деген мағынаны білдіреді. Сенің шрамың сондай легендарный, аңызға айналған. As, of course, is the wizard who gave it to you. Вау, бір қызық техника. Бірақ давайте бірінші жаңа сөздерді үйреніп алайық, потом мен сіздерге техниканы көрсетемін. Wizard деген жалпы сиқырмен айналысатын адам, яғни сиқыршы, волшебник. Енді мыналардың барлығы сиқыршылар ғой, wizard. As, of course, is the wizard who gave it to you. Және де осы шрамды саған берген волшебник та сондай аңыз. Яғни сенің шрамың да аңыз, және де соны жасаған адам да сондай аңызға айналған керемет тұлға. Яғни легендарный дегенді білдіреді. Яғни бұл жерде бір ғана техника арқылы екі бір затты салыстырып жоғары екендігін көрсетіп тұр. Давайте мен сіздерге қазір көрсетемін. Ол үшін бізге as, is деген сөз қажет. Қараймыз, егер де бір s болса, біз оны z деп оқимыз. As деп с деп оқымаймыз, потому что as дегеніміз ол жопа, попа дегенді білдіреді. Бірақ сол себепті де бұл жерде өте маңызды. Мысалы, she is, he is деп айтамын. She is, he is демейміз ғой біз. Оны кішкене более жуандау етіп оқуды ұмытпаймыз. Біз бұл техниканы қолданамыз, егерде бір екі затты бірдей етіп көрсеткіміз келсе. Мысалы, her voice is beautiful, as is her soul. Оның дауысы сондай әдемі, оның ішкі жан дүниесі секілді. То есть оның жан дүниесі де сондай әдемі, дауысы да сондай әдемі деп екеуін көрсетіп тұр. Сонда біз бұл конструкцияны қалай қолданамыз? Бір затты айтамыз, оған плюс is, одан кейін комплимент айтамыз. Әдемі ма, мықты ма, керемет па да комплимент. As is деген айтамыз да, одан кейін бір затты айтамыз. Сонда байқасаңыздар, her voice, оның дауысы, бірінші затты айттым, иә? Is beautiful. Комплимент бердім. As is her soul. Оның ішкі жан дүниесі секілді. То есть сіз осы бір конструкция арқылы жоғарғы деңгейде уже сөйлеп тұрсыз. Еще тағы да бір мысал. The view. Көрініс. The view is stunning. Көрініс сондай тамаша. As is the hotel service. Көрініс сондай тамаша. Және де отельдің қызмет көрсетуі секілді. То есть қызмет көрсетуі де керемет, отельдің виді де керемет. То есть екі бір затты біз параллельно мақтап жатырмыз. Сонда сіз мынаны бөлек айтып, одан кейін келесі бір сөйлемді айтып тұрмайсыз да, as is дегенмен сіз уже күрделі сөйлем жасап тұрсыз. Бұл уже advanced деңгейінің спикингі. Сонда Люсиустың айтқысы келгені, your scar is legend, as is the wizard who gave it to you. Сенің шрамың сондай легендарный аңызға айналған. Соны жасаған сиқыршы секілді. Яғни сиқыршы да. Соны жасаған сиқыршы да сондай аңызға айналды. Волан-де-Морт та.
және де сенің шрамың да сондай легендарный. Енді бәрі шулады ғой енді осы бір ситуациядан кейін. Соны сипаттап жатыр. Окей, бұл жер түсінікті болды деген ойдамын. Хотя негізі өте күрделі конструкция. Бірақ осы as is деген қарапайым сөз арқылы екі қарапайым сөйлемді біз біріктіріп тұрмыз. Обязательно қолданыңыз. Бірден басқалардан ерекшеленесіз. Окей, дальше кеттік. Негізі бұл жердегі Гарри Поттердің акценті, сөйлеу манерасы өте маған қатынады. Осы жаз мезгілінде наконец-то ағылшын тілін үйреніп шығуға сіздің мүмкіндігіңіз бар. Егер де деңгейіңіз pre-intermediate болса, 2 айдың көлемінде upper intermediate. Егер деңгейіңіз бастапқы болса, 3 айдың көлемінде орта есеппен upper intermediate-қа жете алатын боласыз. Менің сабақтарым өте ерекше методикамен және де интенсивті өтетін болады. Соның арқасында алғашқы 3 күнде нәтиже сезесіз. 3 күнде деңгейіңіз өседі. Но сабаққа келгеннен кейін дым нәтиже сезбесеңіз алғашқы 3 күнде, онда 100% возвратта жасай аласыз. Кстати, егер деңгейіңіз intermediate, яғни орта деңгей болса, 2 айдың көлемінде IELTS-қа толық дайындап шығатын боламын. Курс жайлы ақпараттарды алу үшін Instagram-да, WhatsApp-қа өтсеңіздер, сіздерге жеке толық ақпарат беретін болады. Тіпті алғашқы тегін сабаққа да қатыса аласыз. Не болмаса, осы видеоның астында мен WhatsApp-қа сілтеме қалдырамын, сол арқылы менеджермен байланысаңыз болады. Voldemort killed my parents. He was nothing more than a murderer. Voldemort killed my parents. He was nothing more than a murderer. Вау, өте ерекше бөлім. Жалпы, Voldemort killed. Жалпы kill дегеніміз өлтіру. Killer деп айтамыз. Killer дегеніміз кім? Адамды өлтіретін адам, өлтіруші. Killed my parents. Менің әке-шешемді ол өлтірді, Voldemort. He was nothing more than a murderer. Жалпы murder дегеніміз адамды өлтіруші дегенді білдіреді. Адам өлтірушіні еще killer деп те айтуға болады, murder деп те айтуға болады. Екеуі синонимдес сөздер болып табылады. Помните, Риананың атақты өлеңі бар еді ғой? Сол өлеңде де осы murder деген сөзді қолданған. Жалпы негізі махаббат темасында көп өлеңдерде осы murder дегенді көп кездестіресіздер. Вау, осы өлеңін мен Риананың қатты жақсы көремін. Сонда Риананың айтқысы келгені I don't want to hurt him anymore. I don't want to take away his life. I don't want to be a murderer. Вау, осы өлеңді қатты жақсы көремін. Жалпы негізі махаббат терминологиясы неге өлтіруші деген сөзді көп қолданады. Себебі енді махаббат адамға дегенді адамды өлтіруге дейін алып барады ғой енді иногда. Ішкі жан дүниесін имею в виду. Яғни адамның қатты сағынуы мүмкін, өзін жоғалтуы мүмкін деген мағынада. Яғни I don't want to hurt him anymore. Мен оған ауыртпашылық жасағым келмейді, оны жаралағым келмейді дегенді білдіреді. I don't want to take away his life. Мен оның өмірін алып қойғым келмейді. I don't want to be a murderer. Мен оны өлтіруші болғым келмейді дегенді білдіреді. Әрине, кішкерім қазақ тіліне аударған кезде кішкене біртүрлі сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ махаббат терминологиясында более романтично болып естіледі. Ал енді өзіміздің Гарри Поттерға келетін болсақ, he was nothing more than a murderer. Жалпы nothing more than деген тіркесті біз адамның дәрежесін бір түсіргіміз келген кезде, бір нәрсенің дәрежесін, осы бір тіркесті қолдануға болады. Ол адам өлтіруші болғаннан басқа түк емес. Түк те жоқ одан басқа деген мағынаны білдіреді. Енді жаңа Малфой айтып жатыр ғой, ол сондай легендарный волшебник деп. Ол қаяқтың легендарный, ол адам өлтіргеннен басқа одан бір тасы жоқ деген мағынаны білдіреді. Nothing more than a murderer. Сонда бұл жерден біз өзіміздің өмірімізге қандай пайда аламыз? Nothing more than дегенді күнделікті өмірде былай қолдануға болады. Мысалы, he is nothing more than a liar. Ол өтірікші болғаннан басқа тасы жоқ оның деген мағынаны білдіреді. Сонда he is a murderer. Ол адам өлтіруші деп қана қоймай, he is nothing more than a murderer десеңіз, адам өлтірушіден басқа түк емес. Яғни оны еще дәрежесін төмен етіп көрсетіп тұр да, бір ғана техника арқылы. Поэтому осыны қолдансаңыз болады. Мысалы, he is a liar. Ол өтірікші. Бірақ еще оның дәрежесін түсіргіңіз келсе, he is nothing more than a liar. Ол өтірік айтқаннан басқа түгі жоқ оның деген мағынаны білдіреді. Сонда мына сөйлемді толық аударатын болсақ, Voldemort killed my parents. Voldemort менің әке-шешемді өлтірді. He is nothing more than a murderer. Ол адам өлтіргеннен басқа оның түгі жоқ деген мағынаны білдіреді. Окей, дальше кеттік. You must be very brave to mention his name. Or very foolish. Вау, өте ерекше бөлім. You must be very brave to mention his name
or very foolish. Өте ерекше бөлім. Давайте бірінші жаңа сөздерді жаттап алайық. You must be. Жалпы осы бір тіркесті өте күнделікті өмірде жиі қолданылады. Жалпы британдық ағылшын болсын, американдық ағылшын болсын. Сен осындай боларсың деген мағынада. Мысалы, you must be tired. Сен шаршап тұрған боларсың. Не болмаса, you must be brave. Мына ситуацияда Малфойдың айтқысы келгені. Сен батыл боларсың. Не болмаса, you must be joking. Сен әзілдеп тұрған боларсың. Яғни бір осындай бір моменттерде күнделікті өмірде жиі қолданылады. To mention дегеніміз бірдеңкені атап өту деген мағынаны білдіреді. Бұл более официальный болып табылады. Мысалы, she mentioned her favorite book during the conversation. Сөйлесу барысында ол өзінің сүйікті кітабы жайында атап өтті дегенді білдіреді. Сүйікті кітабын атап өтті. Яғни mention дегеніміз бірдеңкені атап өту деген сөз. Сонда Малфойдың айтқысы келгені you must be very brave to mention his name or very foolish. Мына бір жерде қызық бір сөзді қолданған. Foolish. Жалпы негізі күнделікті өмірде көбісі stupid дегенді қолданады ғой, тупой деген мағынаны білдіреді. Бірақ мына жерде foolish деген сөзді қолданған. Бұның түбірі fool. Fool дегеніміз тупой деген мағынаны білдіреді. Біз адамды сипаттасақ. Мысалы, she is fool. Ол тупой деген, ол ақымақ деген сөз. Егер де foolish деп иш дегенді жалғайтын болсақ, ол уже сын есімге айналады. Глупый поступок. Мысалы, she made a foolish mistake. Ол сондай ақымақ қателікті жіберіп алды дегенді білдіреді. Яғни бұл сын есім. Хорошо? Foolish mistake, глупый поступок дегенді білдіреді. Не болмаса глупая ошибка. Разница жоқ. Самое главное, біз бір затты, іс-әрекетті сипаттағанда ғана foolish дегенді қолданамыз. Сонда сөйлемді толық аударатын болсақ, you must be very brave to mention his name or very foolish. Сен оның атын атайтындай, может, батыл шығарсың, не болмаса ақымақ дегенді білдіреді. Жалпы бұл жерде кішігірім күрделі болып тұр, но сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Окей, давайте дальше кеттік. Fear of a name only increases fear of the thing itself. Вау, Гермиона негізі көбінтенді философский қылып сөйлейді. Жалпы негізі бұның қолданған сөйлемі де өте күрделі. Қазір енді максимально сіздерге осы бір күрделі сөйлем арқылы күнделікті өмірде қолдануға болатындай спикинг тіркес жасап беретін боламын. Жалпы fear, қорқыныш деген сөз. Increase дегеніміз өсіру деген сөз. Increase, өсу. Fear of name, атынан қорқу, only increase fear, оның атынан қорқсан, одан сайын сенің қорқынышың оған деген өседі дегенді білдіреді. Негізі бұл күрделі болып тұр ғой. На самом деле сіз бұны күнделікті өмірде былай қолдансаңыз болады. Fear of бір нәрсе, increase fear of тағы да бір нәрсе дегенді қоясыз. То есть уже готовый сөйлем болып тұр. Мысалы, fear of change increases fear of the future. Өзгерістен қорқу болашақтан қорқуға алып келеді. То есть бір екі заттан мынадан қорқсаң, сен мынадан да қорқатын боласың дегенді білдіреді. Не болмаса, fear of judgment increases fear of action. Адамдардың сынынан, мінінен, басқалары не айтады дегеннен қорқсаң, judgment дегеніміз өзгелердің бір сыны деген сөз. Өзгелердің сынынан қорқсан, сен әрекетті жасаудан да қорқасың. Мысалы, шынымен де ғой, көбісі неге Instagram жүргізбейді, неге өзінің блогын жүргізбейді? Себебі басқалардың туысқандарым не дейді, анау не дейді, мынау не дейді дегеннен кейін сен оған қадам жасауға да қорқасың ғой, сол judgmenттің кесірінен. Дәл сондай мағынада сіз постарайтесь осы бір тіркесті күнделікті өмірде қолдануға. Өте қарапайым. Сонда fear of дейсіз да, бір затты айтасыз. Одан кейін increases fear of дейсіз да, келесі бір затты айтасыз. Бірақ осы екі зат кішігірім бір-біріне байланысы болу керек. Мысалы, judgment пен action, біреудің мінімен іс-әрекет жасау, қадам жасау, тоже екеуі бір-бірімен сәйкес келетін қиындық қой. Fear of change increases fear of future. Яғни, шынында да сен болашақ деген нәрсе әрдайым өзгеріп отырады ғой, сен біліп отпайсың да алдыңда не күтіп тұрғанын. Яғни, болашақ ол өзгерістен тұрады. Сен егер де өзгерістен қорқсаң, болашақтыға деген қорқынышың да ұлғая түседі. Яғни, өте философский күрделі болып тұр, но если сіз бұны өзіңіздің writingіңізді, speakingіңізді қолдансаңыз, реально жоғарғы деңгейді көрсетесіз. Окей, қиын болса да бұл жер сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Давайте дальше кеттік.
And you must be Miss Granger. And you must be Miss Granger. Жалпы must be дегеніміз сен осы боларсың деп бағана айтып едім ғой. Егер де тіпті адамдарды да сипаттаған кезде қолдануға болады. Мысалы, you must be a new student. Сен жаңа студент боларсың. Не болмаса, you must be her sister. Сен оның әпкесі боларсың. Деген мағынада қолдануға болады. Күнделікті өмірде часто қолданылады. Сонда Малфойдың айтқысы келгені, сен Granger, Mrs. Granger болып тұрсың ғой, я дегенді білдіреді. Окей, дальше кеттік. Yes, Draco's told me all about you and your parents. Muggles, aren't they? Yes, Draco's told me all about you and your parents. Muggles, aren't they? Вау, енді максимально енді мына жерде Гермионаның төмендетіп жатыр ғой, айтып жатқан сөзімен, интонациясымен, әрбір тоқтағаны, эмоциясы барлығы. Я, маған Драко барлығын айтты сен жайлы. And your parents. Және де сенің ата-анаң жайлы дегенді білдіреді. Және де мына жерде бір қызық конструкция қолданған. Muggles, aren't they? Жалпы muggles дегеніміз тек қана осы Гарри Поттерда ғана қолданылады. Мына жақта енді көбінде волшебниктардың, сиқыршылардың әлемін түсіріп жатыр ғой. Және де бұл әлемде қарапайым адамдарды muggles деп атайды. Яғни ешқандай да сиқырға қатысы жоқ, сиқыр дегеннің не екенін білмейтін біз секілді қарапайым адамдарды ол жақта muggles деп атайды. Гермионаның негізі әке-шешесінің сиқыршылыққа қатысы жоқ, олар қарапайым адамдар. Сол үшін де Гермиона өте көп оқиды, байқасаңыздар, ол оқу арқылы, білім алу арқылы осы бір дәрежеге жеткен. Сол себепті де бұны кішкене төмендетіп тұр. Muggles, aren't they? Жалпы осындай aren't they, isn't she, isn't he деген сұрақтың түрін tag question деп атайды. Жасау өте оңай. Мысалы, she is beautiful, isn't she? Жалпы мына жақта көмекші етістік is болып тұр ғой. Сол is'ді болымсызға айналдырып соңында қоямыз. Isn't she? Не болмаса, you are from Almaty, aren't you? Сен Алматыдансың ғой, солай ма? Яғни мына жақта are ғой, сол себепті сол көмекші сөйлем арқылы біз болымсызды соңында жасаймыз. Және де Малфойдың да айтқысы келгені, your parents are muggles, aren't they? Сенің әке-шешең сиқыршы емес пе, қарапайым ғой, солай ма дегенді білдіреді. Бірақ бір қызығы, егер де негізгі сөйлеміңіз болымсыз болса, онда соңында болымды сөйлем болу керек. Мысалы, she isn't tall, is she? Ол ұзын емес қой, солай ма дегенді білдіреді. Жасалу өте қарапайым. Ең бастысы негізгі сөйлемге қараймыз, және де сол жақтағы көмекшіні аламыз да соңына қоя саламыз. Is болса is, are болса are, have болса have, өте жеңіл. Ең бастысы екеуі де болымсыз болып қалмау керек, хорошо? Мысалы, she isn't tall, ол ұзын емес. Мына жақтағысы is she, isn't she деп айтуға болмайды. Себебі екі болымсыз сөйлемде бірге тұрмайды, хорошо? Жалпы осы бұл tag question өте түсінікті деп ойлаймын. Сонда сөйлемді толық аударатын болсақ, you must be Miss Granger. Сен Miss Granger боларсың. Draco told me all about you. Draco сен жайлығын барлығын айтты. And your parents, және сенің ата-анаң muggles, қарапайым адамдар. Aren't they? Солай ма? Дегенді білдіреді. Окей, дальше кеттік. Let me see. Red hair, vacant expressions. Tatty, second-hand book. You must be the Weasleys. Максимально төмендетті ғой, енді мына жақта выражениесі қозғалғаны барлығы. Окей, let me see. Red hair, vacant expression, tatty, second-hand book. You must be the Weasleys. Вау, максимально енді мыналар төмендетіп тастады ғой. Окей, давайте бірінші жаңа сөздерді қарап алайық. Red hair. Red hair дегеніміз бізде қызыл шаш, яғни рыжий дегенді білдіреді. Жалпы негізі британдықтар үшін де бұрынғы орта ғасырларда red, яғни қызыл шашты болуы өте нашар болған. Әсіресе қыз балаларына. Себебі егер де қыз баласының шашы қызғылт түс болса, ол дегеніміз жеңіл жүрісті болған дегенді білдіреді.
Италияда арт-галереяда болған кезде, енді ол жақта орта ғасырдағы картиналарды көрсеткен ғой. Сол жерде қызыл шашты болып бейнеленген қыздардың барлығын жеңіл жүрісті деп көрсеткен. Сол себепті де негізі red hair, қызыл шаш дегеннің өзі оскорбление болып есептелінеді. Яғни оны төмендетіп тұр сол арқылы. Vacant expression, жалпы вакансия дейміз ғой. Vacant деген вакансия дегенге ұқсап тұр, байқасаңыздар. Неге вакансия деп айтамыз? Себебі белгілі бір жұмыста бір бос орын бар. Сол бір жұмысқа бос орын дегенді білдіреді. Vacant, пустой. Мысалы, there is a vacant seat. Мына жерде бос орын бар дегенді білдіреді. Ал егерде expressions дейтін болсақ, expressions дегеніміз бет әлпеттегі эмоциялар. Біз енді таң қалған кезде қасымызды көтереміз, соның барлығын біз expression деп атайды. Пустой бет әлбет. Яғни тупой взгляд дейді ғой, бір ауыз ашылып деп қарап қалады ғой. Сондай бір бет әлбетті сипаттағанда қолданады. Tatty. Жалпы tatty деген вообще негізі күнделікті өмірде мүлдем қолданылмайды, тем более бұл британдық ағылшынның орта ғасырдағы терминология болып табылады. Андай tatty дегеніміз ескіріп кеткен заттар болады ғой. Жыртылайын деп тұрған, уже кішкене күлдіреп, үлбіреп тұрған заттар болады. Киім болсын, кітап болсын, неважно, tatty десеңіз, қатты ескі деген сөз. Мысалы, she wore a tatty old coat. Ол осындай ескі пальто киді дегенді білдіреді. Ескі, уже үлбіреп тұрған пальто деген сөз. Second hand book. Неге second hand деген сөзді қолданамыз? Дүкен бар ғой, second hand деген. Неге second hand? Себебі ол қолдан қолға өткен заттар. Яғни жаңа зат емес та, бірінші қолдан екінші қолға өтті деген сөз. Second hand дегеніміз, яғни жаңа емес, ескі, әбден қолданылған деген сөз. Second hand book, әбден қолданылған кітап. Яғни Weasleys негізі кедей отбасы болып есептелінеді. Сол себепті сол арқылы бұны төмендетіп тұр. Әбден жыртылып, үлдіріп, күлдіреген, тіпті әркім қолданып тастаған кітап деген секілді мағынада. Сонда, let me see, маған қарауға мүмкіндік бер. Қызыл шаш, тупой взгляд, бетіндегі пустая эмоция, tatty second hand book, үлдіреп, күлдіреп тұрған ескі, әркімнен қалған кітап. You must be Weasleys. Сен бәлкім Weasley болып тұрсың ғой дегенді білдіреді. Яғни, осы бір айту арқылы өзінің аристократ екендігін, өзінің бір бай екендігін көрсетіп тұрды, а оларды қатты төмендетіп тұр. Жалпы осы өте қызықтары түсінікті болды деген ойдамын. Негізі Гарри Поттердағы қолданылатын терминологиялар, олардың сөйлеу стилистикасы өте күрделі. Бірақ енді максимально сіздерге оңайлатуға тырыстым. Давайте енді үзіндіні тағы да бір қарап көрейік. Енді сіз ешқандай субтитрсіз да 100% түсіну қажетсіз. Now, Draco, play nicely. Mr. Potter. Lucius Malfoy. We meet at last. Forgive me. Your scar is legend, as of course is the wizard who gave it to you. Voldemort killed my parents. He was nothing more than a murderer. You must be very brave to mention his name. Or very foolish. Fear of a name only increases fear of the thing itself. And you must be Miss Granger. Yes, Draco's told me all about you and your parents. Muggles, aren't they? Let me see. Red hair, vacant expressions. Tatty, second-hand book. You must be the Weasleys. Видеоның соңында сіздерге қызықты тест бергім келіп тұр. Обычно негізі белгілі бір сөздердің переводын сұрайтын едім ғой. Осы жолы as is деген қызық тіркесті үйретіп едім ғой. Сол тіркесті қолдана отырып, мен сізге қазір екі қазақ тілінде сөйлем айтамын. Соны ағылшын тілінде күрделетіп аударып көріңіз. Ол сондай дарынды, және де сіңілісі де сондай. Тамақтамды, қызметтері де дәл солай. Осы бір жерде as is деген тіркесті қолдана отырып, осы екі қарапайым сөйлемді бірге қосып, күрделі сөйлемге айналдырып көріңіз. Комментарийда міндетті түрде пікір жолында сізді күтетін боламын. Жалпы осы сіздерге менің бүгінгі видеом өте түсінікті, әрі қызықты, пайдалы болды деген сенімдемін. Келесі видеоларда көріскенше.